Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін ауызашарға шаймен бірге ішкенге өте керемет, бір жасағаннан да керемет дәмді болып шығатын, іші толықтай пісетін осындай кекс дайындайтын боламыз. Дәл осындай арнайы дөңгелек формаңыз болмаса да, кез келген басқа да формаларға пісіре берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар. Олай болса, бисмилля деп кірісейік. Алдымен бөлме температурадағы сары майымызға үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Сары майымыз қаттылау болса, ұзақтау миксерленетін болады. Міндетті түрде қантыңыз ерігенше миксерлейміз. Мен де қаттылау болғаннан кейін ұзақтау миксерледім және 2 жұмыртқаны біртіндеп отырып салып отырып осылай миксерлейміз. Жалпы май өзі жақсы миксерленіп араласқаннан кейін түсі өзгеріп ағара бастайды және көлемі ұлғайып көтеріле бастайды. Екінші жұмыртқамызды қостық, тағы да ары қарай барлығын толығымен араластырамыз. Енді ұнымызды да жайлап отырып қосатын боламыз. Барлық құрамдарының мөлшерімен комментарий бөліміне және описаниеге жазып кететін боламын. Енді осы кезде ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды да қосамыз. Ұнымызды қосқаннан кейін тағы да миксерлейміз. Ұнымыз бірден шашырап кетпес үшін бірінші осылай араластырып аламыз. Өзіміз одан кейін барып миксерлейтін боламыз. Қопсытқышын қосқаннан кейін ванилин қосатын боламыз. Мен бірден қосуды ұмытып кетіппін. Кейін барып қостым. Ванильді қант болса да бәрібір ол біздің кексімізге өте жақсы дәм беріп тұрады. Одан кейін сүтімізді қосып, тағы да жақсылап тұрып барлығын араластырамыз. Құрметті оқырмандарым, осы каналымның жоғары қарай дамуына кішкене болса да үлестеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін осы видеоны достарыңызға, туыстарыңызға, таныстарыңызға барлық WhatsApp группаларда немесе басқа да әлеуметтік желілерде поделиться етіп бөлісе отырыңыздар. Енді біздің массамыз дайын болды. Осындай қоймалжың масса шығады. Оған біздің жуып алған мейіздерімізді қосамыз. Орнына шоколад қоссаңыздар да болады, ұсақтап турап, өте керемет болып шығады. Енді осындай арнайы қалпымызға, яғни формамызға салатын боламыз. Дәл осындай форма болу міндетті емес, темір формалар болса да, соларға да салып пісіре берсеңіздер болады. Формамызға салғаннан кейін лопатаның көмегімен осылай бетін тегістеп алсаңыздар болады. Міндетті түрде тегістеп алыңыздар, себебі піскен кезде беті көтеріліп, орталары жарылып, ашылып кетуі де мүмкін. Енді қызып тұрған пешімізде 160-170 градуста беті қызарғанша 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Қатты күйіп кетпесін, ортасын ағаш таяқшамен піскенін қарап бақыласаңыздар болады. Бізде кішкене ғана пеште тұрыңқырап қалды. Енді бетіне қант ұнтағын сеуіп, дастарханға суығаннан кейін тұсына бересіздер. Міне өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Іші толықтай піседі, бір жасағаннан шығатын болады. Құрметті оқырмандар, алда тағы да қандай рецепттерді көргіңіз келеді, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Міндетті түрде оқитын болам және соны жасайтын боламын.